Сая тұрмысқа шығатын болды. Достарын Астанадан алыс сүйген жігіттің ауылына тойға шақырды. Қыздар жігіттермен баратын болды. Саяның аузынан өзі өмірлік жар боламын деп қол ұстасқан жігітінің ауылы мен үйші түспейтін. Тау бөктеріндегі ауылға жастар кешке таман жетті. Көкпеңбек жазыққа орналасқан ауылдың тақ қасынан өзен ағып жатыр. Бастауы таудан болған өзен суы мөп-мөлдір мөп-мөлдір. Бәрі тастай суық. Гүрілдеп сарқырап ағып жатқан өзеннен, судың мың бұралған иірімдерінен көз ала алмайсың. Тап-таза ауа көкірегіңнің сарайын ашып жібереді. Әуелі елтігендей боласың. Ауыл түбіндегі жазық бара-бара жотаға, сосын сілем-сілеміне қарағай, шырша басқан тауға, сосын көтеріле-көтеріле басын қар басқан шыңға айналып кете береді. Ауылды айнала қоршаған аспанмен таласып, асқақтаған тауға қарап, кеудеңді бір беймәлім қуаныш кернеп, шырқатып ән салғың келеді. Көкпеңбек шөптің иісі мұрныңды жарады. Айналада керемет бір пәк тазалық бар. Автобустан түскен жастар табиғаттың осы сұлулығына аңтарыла қарап, бір сәт аңғырып қалғандай болды. Қонақтарды осы жайттың дауыстары жарқын-жарқын шыққан қарсы алушы топтың бұларға қарай лап қоюы айықтырғандай болды. Ақ жаулықты аналар, келіншектер бұларды құшақтап, қолдарын беріп, «Қош келдіңдер балалар, шаршап қалмадыңдар ма? Үйге кіріңдер» деп емен жарқын қарсы алып, еңселеп үйге бастады. Ал Саяны екі жағынан екі жас келіншек қолтықтап, есіктен кірер-кірместен шашу шашылды. Басына орамал салынды. Табалдырықтан оң аяғымен аттатқызып кіргізді. Шымылдықта құрылған екен. Сөйтіп үйлену тойы басталды да кетті. Саяның достарына бәрі ұнады. Келіннің бетін ашу, айтыс, би, ежелгі дәстүрмен жаңа үрдіс шарпылысқандай. Қыздардың ішінен ауылдың жігіттерінің көзіне Мәкен бірінші түсті. Керілген аппақ маңдайды, қой көзді, толқынды қара шашты, тоқ балтырды. Үстіндегі денесімен дене, қара көйлегі бәрі жарасымды. Қасынан қаладан еріп келген жігіті бір елі қалар емес, көзін Мәкеннен алмайды. Ауыл шаруашылық институтында бірге оқиды екен. Ал Мәкен, Сая, мына қыздар бәрі болашақ мейірбикелер. Жігіттер Мәкенді айналып, үйілген сайын ауыл жігіттерінің іші қыз қайнайды. Тойда бұл жігітке де, Мәкенге де тиюге болмайды. Себебі үйленіп жатқан жігітіміз Ақсері атақты боксер. Қонақтардың көңілінде әлде біреу қаяу түсірсе, ол ешкімді аямайды. Оны бүкіл ауыл біледі. Қыздар той біткен соң тағы да бір-екі күн болады екен. Ақсерінің туыстары оларды жағалай қонаққа шақырып күтеді екен. Мұны естіген жігіттер іштей қуанып, жымыңдасып қалды. Әсіресе ерлік осынша көп сұлу қыздар бар екенін көргенде өзінен өзі жүрегі өрекпіп, өзінің тым ерте үйленіп қойғанына іші күйіп өліп барады. Жағдайы болмай, оқуға баруға қаражатта табылмай, еленіп ауылда қалғаны, көгілдір армандарының бәрі орындалмасқа кеткені есіне түсіп, ащы судан қатты сілтеңкіреп жіберді. Қасында қой аузынан шөп болмайтын сағат оған ішкен сайын жалтақ-жалтақ қарап қояды. Себебі ерліктің шатақшыл екенін біледі. Іш, сен менен гөрі бақыттысың. Неге дейсің бе? Сен әлі бойдақсың. Міне, соныңмен менен артық болып отырсың. Іш, дейді, зорлап стақанды аузына тақап. Сағат сарғыш көзі жалт етіп, бір қарап қойып, қағып салады. Сонымен ерліктің өз себебі ішінде Мәкеннің жігітін оңаша шығарып, сөйлеспекші болды. Сөйтіп жоспар жасап отырғанда, мәселе өзінен өзі шешіле қалды. Ол жігіт той бітісімен ертеңгі автобуспен Алматыға кетеді екен. Себебі кейінге қалдыруға болмайтын тығыз шаруасы бар екен. Ал Мәкен қалады екен. Той біткен соң ерлік сағатпен еріп, оның үйіне келді. Бір бөтелке арақ ала келді. Екеуі тағышты.
Сағат бір кемпір шалдың туған балалары тоқтамай шетіней берген соң бағып алған баласы еді. Бетіне күн түсірмей қанша әлпештеп бақса да, Сағат осындай ынжық болып өсті. Жасы 30-ды игектеп қалса да, бір қыздың бетіне қарап, сөз айтуға жарамай, қу тізесін құшақтап, әлі жүргені мынау. Екі қария бұл үйленіп, ортымызды түтетеді деп, армандап күте-күте, ақыры жетпей бақилық болғандарына біраз жыл болған еді. Ал Сағайын туған туысты көңіліне мият қылып, Сағат ауылда қала берді. Кемпір шалға бала етіп берген шешесі бірнеше рет келсе де, туған туысқан қара шаңырақ қаңырап қалмасын, өзіміз қараймыз деп, оны еш қайда жібермеді. Сонымен Сағаттың үстінде жалғыз костюмі сағал-сағал болып түтін түтетіп тұрып жатты. Міне, осы үйге кіріп келген ерлік айналаға шола қарап, «Слушай, осы сенің қатын алатын ойың бар ма жоқ па? Соны айтшы», деп селтиіп отырған Сағатты иықтан қақты. Бейғам отырған ол байғұс жалпасынан түсті. Миығында кінәлі жымиыс, сарғыш көзі жалдырап, орнынан ербиіп, тағы бір тұрып отырды. Үні жоқ. Ерлік тағы құйды. «Кел, ішіп қояйық. Әкең, сен иттің бар ғой, әкең. Аузыңның салымы бар екен, әкең. Өзім сондай сұлуды алмасам да, оны саған алып беремін. Ей, сволыш, түсініп отырсың ба? Мына қауашаққа бірдеңе барды ма?» деп қолының қырымен Сағатты қақ маңдайдан салып қалды. Анау жалдыраған жанарын одан алмайды. «Мен саған ертең қатын алып беремін. Анда-санда келіп тұрсам бола ма, айтшы?» деп Сағатты өңменмен итеріп беріп, тағы шалқасынан түсірді. Езуінде кінәлі жымиыс. Сағат тағы ербиіп тұрып келе жатты. Үн жоқ. Ит, осы үндемегенің жақсы. Сол үшін сен маған ұнайсың. Келшейік, сенің үйленуің үшін, деп қырлы стаканды шарт еткізіп тағы да соғыстырды. «Іш әкеңнің, түбіне дейін іш». Сылқылдатып ішті екеуі. Сағат аласа жозыға басын қойып, күйі қозғалмай ұйықтаған. Бос бөтелкені ішінде ештеме жоқ па дегендей көтеріп көрген ерлік босаға жаққа лақтырып жіберді де, аяғының ұшымен Сағатты теуіп көрді. Былқ-сылқ еткен ол жантая киізге құлай берді. «Жат осылай әкеңнің», деп ол тәлтіректе үйден шықты. Ертесіне Сағаттың үйінің алды у-шу болды да қалды. Алып қашып келген Мәкен көнбей, орамал салам деген мосқала елдің қолын ақ білегімен жайпап, зар жылап жатыр. «Мен қарсымын, ол жігітті танымаймын. Құдай үшін, обалыма қалмаңыздар. Жігітім бар, бір айдан кейін үйленеміз», деп балықтай шоршып, жанына адам жолатпай қойды. «Айналайын, есік аттап қойдың. Қазақты қайтып келген қыз жаман деген бар. Маңлайыңа жазылғаны осы шығар, көн», деп зарылдаған әйелдер. Жоқ, танымаған, көрмеген, білмеген адамға шыққанша өлгенім жақсы», деп Мәкен толқынды қара шашы жайылып көнбей отыр. Бір күн өтті. Табысып қалама деп үлкендер бәрі бар деп қайрап, Сағатты Мәкеннің қасына жіберген. Қайдан? Ол сол жерден көзі көгеріп шығып, ұялып, үйдегілерге көрінбей, қора-қораға тығылып жүріп, бетін шымшып сыпылдаған әйелдер. Үлкен сүйегі жақын дегеннің көңіліне уайым кірді. Қара шаңырақ қаңырап бос қалмаса болды ғой деп, қаршадайынан бағып алған сорлы Сағат